Мен Қалидолаева Мадина, Шербанбек Мұхамбетов атындағы мектеп гимназиясының 5-ші А сынып оқушысымын. Эко-стиліндегі өмір атты номинациясы бойынша конкурсқа қатысып жатырмын. Экологиялық апат, ол алыста және оның бізге қатысы жоқ болып көріне ме? Жоқ. Біздің зиянымыз жоқ деп ойлаймыз. Бір бөтелкенің зияны орасан емес дерсіз. Осылайша 7 миллиард жер тұрғыны айтары рас. Менде әлемді құтқаратын пайдалы әдеттер бар. Қоқысты қайта өңдеуге жеке салам. Тісімді тазалап жатқанда суды сарылдатып қоймай, суды тоқтата тұрамын. Пакеттің орнына сөмке пайдаланамын. Бір реттік пластмасса ыдыстардан бас тартуға тырысамын. Біздің еліміздің табиғаты орасан зор. Дегенмен, бұл байлықтың мол болғанымен, оны сақтай біліп, дұрыс пайдаланбаса уақыт өткен сайын ол да сарқылады. Сондықтан, табиғат байлықты қорғаудың аса зор маңызы бар. Экостиль табиғатты құрметтеу мен табиғи материалды қолданумен ерекшеленеді. Біздің мектепте осындай бұрыш бар. Бұның болғанына қатты қуаныштымын. Себебі, әрбір адам табиғатты иесіне алып тұру керек. Табиғатты құрметтеу керек және оны қорғау керек. Адамзат туған өмірінің табиғатын қорғауға белсенділік көрсетуі керек. Әлемнің әдемі болуы қолымызда екенін әрқашан жанымызда ұстайық. Бұл қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесіміз болмақ.